Армысыздар ағайын. Мен Бесжан Күмісбек, Мәскеу қаласы Донское кладбище Алихан бабамыздың басына келіп отырмын, бейітіне. Бұл жерде 2,5 шаршы метрде 5000-нан аса сол зұлмат уақыт репрессия кезінің құрбандары осы 2,5 шаршы метрдің ішінде ғана жатыр. Және бұл жерде сүйек емес, бұл бабаларымыздың күлі ғана жатыр. Өйткені ол уақытта мәйіттерді өртейтін болған. Қара жерге ханда бір, қарада бір, асқақтама, барар жерің тарға бір дейді. Осыны қазіргі елді басқарып отқан Назарбаев және оның жанындағы шенеуніктер ұқсай екен. Бәріміздің баратын жеріміз осы тар қабір ғанақ. Елін, жерін ойлап, өздеріне артылған жауапкершілікті, міндетті отанның алдындағы елдің әл-ауқатын көтеру, халықтың жағдайын, халықтың мүддесін ойлау, сол жауапкершілікті өздеріне сезініп, халқымен бірге болса екен деймін. Әрине, олай неге айтып отырмын? Егер олар халқымен бірге болса, оларды бірге бол деп айтпаймыз ғой біз. Ол кісілер мына бізбен, мына халықпен бірге болмаған соң еріксіз солай айтып отырмыз. Біз өз ұлтымызды басқарып отқан билік басындағылардан жерімізді сатпауды сұрап отырмыз. Өзіміздің қазақ бола қазақты басқарып отқан депутаттарымыздан тіліміздің мәртебесі биік болғанын сұрап отырмыз. Біз сөз бостандығымыздың шектелмегенін сұрап келеміз. Біз бас еркіндігіміздің бұғатталмағанын, елімізде емін-еркін жылжып тұрып, және өз ойымызды, өз позициямызды ашық жеткізгенімізді қалап, соны осы уақытқа үшін сұрап келе жатырмыз. Ал белсене сұрап, халықтың мұң-мұқтажын жеткізіп жүрген белсенділерімізді мына жүйе қамап отыр. Яғни бабаларымыз тар заманда кешкендей қазірде сондай репрессиялар болып жатыр. Оған бірнеше осы ұлт жолында күрескен, тәуелсіздік алған соң 91-ден бері күрес ол тоқтап келе жатқан жоқ. Біз мемлекетіміз азаттық алғанмен халқымыз азаттық ала алмадық, өкінішке орай. Біздің ұлттың азаттығын бір ғана жанұя өз қолына, өз облысына алып кетіп отыр, өкінішке орай. Еліміздегі полиция және заң барлығы сол Назарбаев және оның партиясына ғана жұмыс жасауда. Халықтың әл-ауқатын көтеруге, халықтың жағдайы жақсы болсын деп, еліміздегі жүйе жақсы болсын, демократия орнасын деп, біздің халықты ойлайтын ағаларымыз, Заманбек, Алтынбек ағаларымыз заңның аясында халықтың мүддесін қорғап, мына Назарбаевтың жүйесімен күресті бастады. Ол кісілер бүкіл дәлелдер болды, компроматтар болды. Алтынбек ағамызды білеміз, Дариғамен соттасты, яғни Хабар телеарнасымен. Мемлекеттің қорынан бөлінген ақша тиісті жерге жетпеген, және бір жылдың ішінде 2 мәрте Хабар арнасына ақша бөлініп отқан. Оның барлығы дәлел. Алтынбек ағамыз сотта жеңген болатын. Бәріміз білеміз. Сот кейінге қалып, уақытты өте Алтынбек ағамыздан айырылдық. Алтынбек ағамызды оққа қармен және өзінің оң қолымен 3 адамды атып кеткен болатын. Ол саяси террор, саяси тапсырыс деп білем өз басым. Өйткені ол қылмыс әлі күнге шейін ашылған жоқ, әлі күнге шейін нақты дәлел факті жоқ. Ол биліктің ұйымдастыруы деп білем. Және Заманбек ағамыз өзінен шындық сұхбатталған Асхат ағамыздың өліміне мына билікті кінәлаймын, және мен ашық күресем деп анығын айтқан болатын билікке қарсы. Және Заманбек ағамыз кітаптар шығарды. Бүкіл компромат дәлелдерді жинап, заңның аясында халықты қорғап, өзінің мүддесін қорғап, мына билікпен күреспек болды. Заманбек ағамызды білесіздер, өз үйінде 3 жерден атып кеткен болатын. Ішінен, жүрек тұсынан, басынан атқан. Және осындай 3 оқпен қаза болған батырымызды өз-өзіне қол жұмсады деп ол тақырыпты жаба қойды. Ол ешқандай біздің психологиямызға, миымызға сыймайды, біз оны қабылдай алмаймыз. Қалай адам өз-өзін атады, өлмей қалдым екен деп жүректен атады. Мен өлмей қаптым деп қайтадан басынан ату деген ол ешқандай
әлемде ешқандай жерде болмаған біздің билік халықты надан көрмесін. Мына жастар, біз өткен тарихымызда, осы 91-ден бері келе жатқан тарихымызда біліп келе жатырмыз, үлкендерден сұрап келе жатырмыз. Біз хабардың өтірігіне сенбейміз. Біз телеарнадағы өтірік статистикаларға, индекстарға сенбейміз. Өйткені халықтың сөзі, халықтың мұңын барлығын айтқан оппозициялар бар. Біз соларды тыңдаймыз. Біз міне көріп отырмыз, заңның аясында мына билікті жеңе алмадық. Бізде тағы да ұлтшыл болды, отаншылдар. Олар партиямен жеңеміз деді мына билікті. Яғни партия құрып, халықтың ықыласына бөленіп, халықтың дауысын жинап, халықтың мұң-мұқтажын жеткізіп, біз мына жүйені мүлдем кетіріп, жаңа жүйе қалыптастырамыз деді. Парламенттік жүйе. Парламенттік жүйе білеміз, Алаштың арыстары Әлихан Бөкейхан бабаларымыздың құрған мемлекеті. Демократия. Яғни бір адам басқармайды ол кезде. Халықтың сайлап қойған депутаттары ортаға ол пікір таласып, халықтың әр өңірдің кем тұстарын айтып, яғни айтылған сындармен жұмыс жасап, еліміздегі міндерді түзеу болатын түгін. Парламенттік жүйе сол, халықтың тікелей басқаруы, халықтың дауыс беруі арқылы ғана. 2001 жылы жас саясаткерлер Ғалым Жақиянов, Ораз Жандосов, Мұхтар Әбіләзов сынды жас саясаткерлер партия құрды. КДТ, Қазақстан демократиялық таңдауы. Ол партияның да ғұмыры ұзаққа болмады, өкінішке қарай. Мына біздің билік залым дерсің, қамады, қудалады, елден кетуге мәжбүр қылды. Сөйтіп біз халықты ойлаған партия жүзеге аспай қалды. Яғни мына Назарбаевтың жүйесімен партиямен жеңе алмай қалдық. Одан кейін сайлау. Серікболсын ағамыз 12%, Тұяқбай ағамыз 6%. Сондай ол сайлаудың барлығы заңсыз өткен. Сонда да біздің аңғал, бала көңіл, ақ ниетті халқымыз тағы да сенді, тағы да үміт артты. Осы жолы қосанқа дауыс беріп, тағы да өздерінің құқықтары, мүдделері тапталғанын айқын сезінді осы жолы, бұл жолы. Өйткені Назарбаевтың өзінің қойып қойған адамы Тоқаев 70% алып кетіп отыр. Ал өтірік оппозицияның тонын жамылған Әміржан Қосанов 16% алды. Бұл таза алдау. Сайлаумен біз ешқандай әділ жүйе қалыптастырамаймыз. Халық жеңе алмаймыз. Демократия орната алмадық. Халық өздеріңіз түсініп отқан шығарсыздар. Біз заңмен жеңе алмадық, партия құрып жеңе алмадық, әділ сайлаумен жеңе алмадық. Бізде барлық дүниені Назарбаев басқарып алған. Дамыған елдерде билік басындағы қызметкерлер 4 жыл, 5 жылдан артық өзінің жоғарғы лауазымды орнында отыра алмайды. Өйткені адам 4 жыл, 5 жылдан артық отырған соң оның күші нығайып, әр саланы, жанындағы бүкіл құзырлы орындардың барлығын өздеріне бағындырып, өзінің мүддесіне, өзінің жеке басына пайдаланып кетеді. Ол әлемдік практикада бар. Біздің Назарбаев білеміз, 4 жыл емес, 5 жыл емес, 30 жыл әлі отыр. Ұлттық қауіпсіздіктің төрағасы, қазір президенттен де жоғары лауазым алып отыр. Бірінші елбасы деп. Халық біздің жалғыз жолымыз мына билікті жеңу, ол өзіміздің ар намысымызға байланысты. Әр адам өзінің құқығын 1-ші бапты, 3-ші бапты ескеріп, біздің сөз бостандығымыз бар, өз құқығымызды өзіміз айта аламыз. Ол біздің ата заңымызбен де шектелмеген. Соны пайдаланыңыздар әрқайсыларыңыз. 3-ші бап, біз Қазақстанның негізгі билігі, негізгі құраушы, бастаушы көзі, ол біз халықпыз. Яғни біз бар болған соң біздің басшымыз бар. Біз заң үшін дүниеге келмедік. Заң біздер үшін жасалды. Халық әрқайсыларыңыз жауапкершілікті өздеріңізге артыңыздаршы. Ешқандай саясаткер емес, алдымен өздеріңізге артыңыздар. Өз құқықтарыңыз үшін өздеріңіз күресіңіздер. Барлықтарыңызды 6 шілде бейбіт шеруге, наразылық шеруге, яғни диктатурадан біз бас тартамыз, біз демократияны орнатамыз. Алаш бабаларымыз айтты, алаш көсемдері, біз билікті халықтың өз қолына алып береміз деп өтті бұл кісілер. Ал біздің басшылар көріп отырмыз, өздерінің биліктерін нығайтып, қандай да бір шен, қандай да лауазым ойлап тауып, өздерінің тамырларын кеңінен жаюда, яғни әр салада жемқорлық жайлап баратыр. Біз бұған қазір тосқауыл қоймасақ, халық болып тосқауыл қоймасақ,
келесі ұрпағымыз ол солтүстік Корея бола ма екен. Мүлдем еліміз жабық мемлекет болудың алдында тұр. Өздеріңіз көріп отырсыздар, сайлаудан кейін ғаламторлар шектелді. Яғни ол біздің ақпарат алмасымызды шектеп отыр. Біздің шындық ақпаратты білуімізге қарсы мына жүйе. Яғни шындыққа үнемшіл, тек хабардан өтірік ақпараттар айтады. Өтірік статистикалар көрсетеді. Қайдағы дамыған 30 ел, қайдағы 50 ел. Жол сапасы бойынша 130 мемлекет болса, біз соның 124-ші орындамыз. Ең жаман жол. Ал жолды білеміз, бәріміз мазут, ол біздің мұнайдан қалдық. Өз қолымыздағы нәрсені сыртқа сатамыз, ал өзі елімізді жөндей алмаймыз. Бізде бір ғана дағдарыс бар. Ол саяси дағдарыс. Яғни бізге мықты саясаткерлер жетіспейді. Яғни халық үшін жүрген адамдар біздің билікте отырған жоқ. Барлығы жағымпаз, жеке басын ойлап қалғандар. Оларға бәрібір кезінде айтты ғой, әншілер мен актерлар, олар кез келген билікке қызмет ете береді деп. Өкінішке орай біздің елдегі қазіргі парламент отырған депутаттың барлығы кез келген президентке қызмет ете береді. Халыққа емес, кез келген президентке. Назарбаевқа қызмет етті, Назарбаев Тоқаевты қойды, олар қазір Тоқаевтың құлы. Яғни Назарбаев Тоқаевқа айтады, Тоқаев оларға айтады. Халық, өздеріңізге сеніңіздер. Әрқайсыларыңыз ниеттеріңіз ақ, пейілдеріңіз ақ. Біз сәби көңілді халықпыз, қазақ халқы. Ешкімге зиянымыз жоқ. Ешқандай қарусыз, полицияларды ұрмай, соқпай, алаңға бейбіт түрде шығыңыздар. Біздің күшіміз әр қазақ, әр адам. Біздің күшіміз бірлікте, жеңісіміз бірлікте. Әлихан бабамыз айтады ғой, ешқандай өзі үшін халық болып бірігіп, талас тартысқа түспей, күреспеген ұлт, ол өмірдің бәйгесінен дейді, құрғалады дейді. Біз құрғалып отырмыз осы уақытқа шейін 30 жыл бойы. Қазақ біз айтамыз, елім деген ер болмаса, ерім деген ел қайдан болсын дейміз. Бізде қазір қараңыздар, елім деп отқан ерлер көп. Міне 2016 жерім деп шыққан Макс Боқай, Талғат Аяндарымыз қудаланды, қамалды. Талғат Аян ағамыз ақталып шыққанмен де Макс ағамыз әлі жатыр осы күнге шейін. Ол екеуі де заңды өте жетік білетін білімді азаматтар, халық үшін, жер үшін күрескендер. Әлихан бабамыз айтады, жер дауы дейді, ол 5 миллион халықтың дауы дейді. Қазіргі жер дауымыз біздің, ол 18 миллион халқымыздың, қазақтың, әрқайсымыздың ойлауымыз керек дүние, ол күресуіміз керек ол үшін біз. Әр қазақтың қойынан сыпырылып алынған жүн, ол біздің киіміміз болып, әр темірден, әр тастан өндіріліп жасалған ол біздің түймеміз болсын деп өтті бұл бабаларымыз. Қазір қалай? Шикізат күйінде барлық нәрсе сатылып жатыр. Ешқандай ғылымға ұмтылып жатқан жоқпыз. Еш нәрсе өндіру, қарапайым инені, күректің өзін өңдемейтін мемлекетпіз. Ондай мемлекеттің болашағы ұзаққа бармайды. Әр халық ойланыңыздар, күресіңіздер, алаңдарға шығыңыздар. Біз да діннің өкілдері кезінде Әлихан бабамыз да білесіздер. Дінді ұстанды. Ауыз бекіткен кезде айтады бұл бабамыз. Сәреге ауыз ашар уақытында еш нәрсе жейтін азық болмады. Құр қара сумен ғана аузымды аштым дейді. Яғни дінді берік ұстанған адам, бірақ ұлт жолында күресті. Қазіргі діндегі ағаларымызға айтарымыз, намаз оқисыздар барлықтарыңыз, адал жолда жүрсіздер, хақ жолында. Яғни мына елімізде болып жатқан бассыздық, әділетсіздіктерге қалай ғана сіздердің арларыңыз, намыстарыңыз, ақ жүректеріңіз қалай жол беріп жатыр оларға? Неге күреспейсіздер? Неге халықты бастамайсыздар? Неге патшаға қарсы шықпа дейсіздер? Мұса пайғамбар патшаға қарсы шықпап еді? Халықты азат етпеп еді зұлым басшыдан? Әлде міндетті түрде Назарбаев әрқайсыларыңызды өлтіріп, әрқайсыларыңыздың бастарыңызды бір жеке басқарып, қара жұмысқа салып, арқаларыңыздан қамшымен ұру керек па? Сол кезде ғана күресесіздер ме сіздер? Ойлансаңыздар, бір жұдырық болайық әрқайсымыз. Бір қазақтың отбасында болған мәселе әрқайсымызды алаңдатсын. Біз бірлікте көп нәрсе жасай аламыз. Көріп отырсыздар, кешегі арыстағы оқиға. Халыққа беріктік берсін, халық мықты болсын. Бір-бірімізге қамқор болдық. 200-ден аса миллион жиналып отыр қазір. Халықтың ол жеке өздерінің ниеті ақ болып, бір-біріне жанашырлығынан
Біз халық бірі болсақ ағайын, елімізді жалпы біз әр өңірімізді өзіміз басқара алып бір-бірімізге жанымыз аши алады ағайын. Біз ана өңір неге бұлай деп қана ғаламторда қана ұлтшыл болмайық, алаңдарға шығайық. Алматы мен Астана алаңға шығатыны жеткіліксіз аз. Әр өңір шығу керек, әр қала шығу керек. Ол өйткені еліміздің заңы, ол Алматыға ғана, Астанаға ғана маңызды емес. Білесіздер ғой, Алматы мен Астана біздің хабар соншалықты мақтап көрсетеді. Әр қайсыларыңыз ойланыңыздаршы, біздің қазақ мемлекетінің айнасы бір Астана, бір Қазақстан емес қой. Бір Алматы емес қой. Біздің ең экономикамыз мықты деген Алматының өзі әлемдік индекс бойынша қалалардың арасында 212 орында тұр. 212 орында тұр. Ал қалған қалаларды айтпақ қой, қалған қалалар бәленбай 1000 қала, бәленбай 100 мыңның арасында жатқан шығар. Бір Астананың өзіне 19 миллиард доллар кетіп жатыр елімізде. Бір ақшаны біз өкінішке қарай бір 3 күндік сахналарға бөліп отырмыз. 3 күн бір сахнада бір концерттер болады, шетелдің әншілері келеді. Біз соған бөліп отырмыз өкінішке қарай. Одан да сол ақшаны осы 2009 жылы Ержан ағамыз қозғады ғой парламентте отырып. Арыстағы қару-жарақ, ол осы жақын арада кеп қойылған қару-жарақ емес, қаншама жылдар бойы тұрған қару-жарақ, оның мерзімі өтіп жатыр. Ол халыққа қауіп, халыққа іргесінде тұрған дүниені сол қайдағы бір жоқ сахнаға, шетелдің әншілеріне кетірген ақшаға, одан да сол ақшамен бұларды қауіпсіз жерге, халықты ойлап басқа жаққа көшірулері керек еді ғой мына биліктің. Әлде міндетті түрде сондай жарылыс болып, су қоймадан су асып, халықты су басу керек па? Болмаса сондай жарылыс алып, бейбіт күнде халықтың шатырына кеп бомба түсу керек па? Билік, халықты ойлаңыздар. Бірақ жалпы билікке болды ештеме айтудың қажеті жоқ. Халық біз бірігіп мына залым жүйені, халықты ойламайтын Назарбаев және оның барлығын мүлдем кетірейікші, елімізді азат қылайықшы. Диктатурадан кетірейік те демократияны орнатайық. Патшаға қарсы шықпа дейміз тағы да. Біз өзіміз қазақ дейміз ғой бір-бірімізді. Ал тарихымызға қарайықшы, біз қай уақыттан бері қазақпыз? Қазақ хандығы құрылғаннан бастап қазақпыз. Қазақ хандығы қалай пайда болды? Керей мен Жәнібек өзбектерге кетіп бартқан патшалықтан бөлініп шығып, артына қара жұртты ертіп, халықты ертіп, дулаттардың еліне, қазіргі Шудың жеріне кеп хандығымызды көтермеді ме? Ол хандық қалай көтерді? Халықтың қатысуымен көтерді, халықтың сайлауымен көтерілді. Біз патшаға қарсы шықтық па? Шықтық. Өйткені ол заманның талабы сол болды. Біз ұлт болып жойылып кетудің алдында тұрдық. Бүгінде осы мәселені көтеріп қарсы шығып жүрген біздің азаматтарымыз бар. Бірі елден қудаланып жатыр, бірі қамауда жатыр. Арон Атабек, Айгүл Ақберді сынды біздің белсенділеріміз бар. Өкінішке орай олардың барлығын мына жүйе қамап жатыр. Халыққа айтарым, елім деп тұрған ерлер үшін ерім деген ел болайық. Мына ұлтым деп жүрген ерлерді абақтыдан босатайық, шығарайық. Халық болып жұмылайық, бірлікке ұмтылайық. Біздің бірлігіміз мықты болса, жеңіс біздікі болады. Біз бір болсақ, біздің басшымыз да бір болады. Және де полицияларға айтарым, отанды сүю, отан жалпы отбасыдан басталады дейді. Полиция, үйіңізде 7 адам барсыз, соның 6-ы ол полиция емес қолар, яғни халық, біздің арамыздағы адам. Сіздер сол өз үйіңіздегі 6 адамға да қарсы шығып отырсыздар. Жалпы отбасыңыз, отаныңызға қарсы шығып отырсыздар. Бір ғана Ақорданың марапатын, Ақорданың мақтауын алғанша, халықтың ақ батасын алыңыздар. Халықтың ықыласына бөленіңіздер, халықпен бірге болыңыздар. Біз бір-бірімізге жау емеспіз, полициялар. Қай уақытта да болсын отан қорғаушылар болған. Олар халық үшін аз әскері болса да іргеде тұрған жауға қарсы шыққан, жерімізді сақтап қалған. Біз ешқандай да қой мінезді емеспіз. Қой мінезді болсақ, біздің осындай алып жеріміз қалмас еді. Осындай жеріміздің астында байлық қалмас еді. Біздің сондай отан қорғаушыларымыз болып, халықты қорғаған олар. Бір ғана ханды емес. Осы 86-ның өзінде білесіздер, Қайрат ағамыз. Мен алаңға дейді, Дінмұхамед Қонаевты қорғау үшін емес дейді. Қазақ қызының шашын сүйреп атқан соң шығып отырмын, қазақ қызын қорғау үшін деп. Көріп отырсыздар ғой сіздерде. Қазақ әпкеміз қудаланып жатыр, 3 баласы шырылдап жатыр. Алаңдарда әжеміз, атамызды
мына полициялар, ОМОНдар көтеріп алып кетіп жатыр. Жастарымызды ұрып жатыр. Соның барлығын сіздер көрмейсіздер ме? Сіздер отан қорғаушыларсыз ғой. Отан, яғни айтып отырмыз, отбасыдан басталады. Яғни әр отбасы, әр халық. Сол халықты қорғаңыздар. Бір ғана Назарбаев және оның мүддесін қорғаудың ол дегеніңіз мына ұлтты мәңгілік биліктің астына тастап беру және өз ұлтыңа деген сатқындық. Ойланыңыздар, біз бір-бірімізге қақтығыс шықпайық. Сіздер дәп қазір өкінішке орай Ақ Орданың батыры болсаңыздар, біз мына ұлы даланың батырымыз. Біз еркіндікте жүрген қазақпыз. Бір-бірімізге қарсы шығып, жаға жырыспай қойық. Біздің жаққа өтіңіздер. Біздің артымызда аналарымыз, әпкелеріміз, қарындас, іні ағаларымыз бар, ақсақалдарымыз бар. Халықпен бірге болыңыздар, полицияларға айтарым. Және де оларды басқарып отырғандар. Сіздерге де қысым келіп жатыр, білем. Мына Назарбаевтың жүйесі сондай. Барлық жүйені өзіне байлап алған. Жаңа айтқандай, ол билікте өте ұзақ отырды. Әр құзырлы орындарды өзіне әбден бағындырып алды. Біз содан босатуымыз керек, елімізді азат етуіміз керек. Елімізде білеміз, сәби дүниеге келе ме, перзентханаға менің баламның дүниеге аман есен келсін дейміз де, оған жемқорлық, яғни ақша береміз перзентханаға. Баламыз өсе ме, садикке бара ма, орын жоқ. Орын тауып бер деп тағы ақша береміз, тағы жемқорлыққа жол береміз. Баламыз мектепке бара ма, мектептегі жүйе, әліппеміз жоқ. Баламызды мектепке енді келіп сауатын ашып жатқан баламызды 3 тілмен қинаймыз да қоямыз. Орыс тілі, ағылшын тағы да бар. Оқу орынға түсе ме? Оқу орынға әр жыл сайын жылдық оқу жыл сайын көбейеді. Мен өзім түсер кезде 55 мың болған 2010 жылы. Бітіргенше 110 мың болып кетті анау 4 жылдың ішінде. Өсіп жатыр. Ал халықтың айлығы, әл-ауқаты ешқандай көтеріліп жатқан жоқ елімізде. Барлық жер жемқорлық. Мен оқу бітірген кезде менен жұмысқа кіру үшін $500 сұрады. Ол кезде ол 90 мың болған. Әрине мен жемқорлықтан бас тарттым. Барлық жер жемқорлық елімізде. Соның барын дүзейік, азат етейік біз. Билік халықтың қолында бөрік. Алаштықтар біздің қолымызға билікті алып бергісі келді. Ал мына Назарбаев билікті мүлдем бергісі келмейді. Мүлдем халықты төмен көреді өзінен. Ал біз халық өзіміз үшін керек дүние, өзіміздің ұрпақты шынымен ойлайтын болсақ, қазір біз 17-ші ғасырдағы батырларымызбен қалай мақтанамыз, өткен батырларымызбен қалай мақтанамыз. Қазір 21-ші ғасырдамыз. Бұйыртса 22, 23, 24-ші ғасыр біздің ұрпақтар өмір сүреді. Солар бізбен мақтансыншы. Бізді Назарбаевтың билігі, жеке билігі, диктатурадан азат етіп, елімізге демократия, яғни демос, халық, кратос, билік, халықтың билігін алып бергендер деп бізбен мақтансын. Тіліміздің мәртебесін өсіргендер, елімізге халықтың ыңғайына, халықтың мүддесіне жасалған заңдарды бекіткен деп бізбен мақтансын. Ол үшін біз бірлікте болайық, күресейік. Және де Орбұлақ шайқасы, Назарбаевқа айтарым, сіздің сол Орбұлақта барлығымыз білеміз ғой, 600 әскер 50 мың әскерге қарсы тұрды. Ел үшін, жер үшін. Халық жауға сен тұр, мен атайын деген әруақты батырларымыз қарсы тұрды. Соның арасында Қарасай деген батырымыз да бар. Назарбаев, сіз шынымен де Қарасайдың батыры болсаңыз, елім, жерім деп 50 мың әскерге қарсы шыққан өр рухты батырдың ұрпағы болсаңыз, сіз халықты ойлауыңыз керек. Ойлаймын деп сіз қазірдің бір реформа заң жасағаныңыз керек жоқ. Биліктен кеткеніңіз керек бізге. Мүлдем кетіңіз. Жаныңыздағы адамдарды ала кетіңіз. Бізде айтады ғой үлкендер, ханның басын қан алады, ханнан абырой кетпесін, халықтан сабыр кетпесін деп. Ханға қарсы шықсаң, патша қарсы шықсаң, ол тексіздік деп айтады. Мен айтарым, бұл тексіздік емес, бұл білімділік. Заманның талабы да сол. Біз өз құқығымызды біліп қарсы шығуымыз керек. Сондай уақытқа келіп отырмыз біз. Өйткені тарихта солай ғой, біздің әр уақытта қарсы шығып, өзіміздің мүддемізді қорғап қалдық. Мүлдем кетсін мына жүйе. Назарбаевтың жүйесінен еліміз азат етілсін. Елімізде парламенттік жүйе қалыптассын. Сайлау, әр адам өзі құқық ие болсын, дауыс бере алатын, өзінің басшысын өзі дауыс сайлай алатын. Қазір бізде патша деген жоқ, бізде президент деген бар. Ал біз халық, әр қайсыларыңыз президент деген ол қандай жолдармен сайланады, қандай қызметтер атқару керек. 44-41 сол баптарды оқыңыздар, оның қандай міндеттері бар, ол реттеу керек еді. Жаңаөзенде бейбіт күнде қаншама халқымыз өлді.
оның барлығы осы биліктің өздерінің арандатуының жемісі, өздерінің ойлап залымдықтарының кесірі бұның барлығы. Әдейі ұйымдастырылған дүние бұның барлығы. Шындық ашылады. Бүгін біз азаттықтың түрмесінде жүрміз, өкінішке орай. Азаматтық қоғам азаттықтың түрмесінде. Түбінде біз жеңеміз, халық жеңеді. Халық бастайды, халық жеңеді әрине. Бірлікте болайық. Атыңнан айналайын азаттығым, бабалар арман еткен ғажап күнім. Қастерлі тәуелсіздік сен болмасаң, қасқайған кімге керек қазақтығым? Қазақтықтан айырылмайық, біз күрескерлердің ұрпағымыз. Қазақ деген сөздің өзі кассак, яғни азат деген сөз мағынаны білдіреді. Біз азаттықта дүниеге келдік, жастар. Елбасы, сіз айтасыз, жастар жылы дейсіз. Бізге жыл емес, бізге жол керек. Бізге сөз бостандық керек, бас еркіндігіміздің шектелмегені керек. Еліміздің дамығаны керек, әл халықтың әл ауқаты көтерілгені керек. Біз біргеміз, біз жеңеміз. 6 шілде барлық адам міндетті түрде бойыңыздағы ата қандарыңыз мұздамаған болса, алаңдарға шығыңыздар. Жеңіс біздікі болу керек. Алға қазақ!